Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйлерің жақсы болса, шаттық шеңберінен бастайық. Жарқырап күнде ашылды, айналаға нұр шашылды. Біз көңілді баламыз, қайырлы күн, біз сүйкімді боламыз. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын, ал сендер оның жауабын шешуге тырысыңдар. Адамдардың бәрі қызығады, су құймасақ сәні бұзылады. Бұл не, балалар? Жауабы гүл. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі біздің өтетін оқу қызметіміздің тақырыбы қызғалдақ өлеңі. Рамазан Тышқанбаев. Мақсаты есту зейінін және тілдегі дыбыстарды дұрыс айту, біліктерін жетілдіру, ғ, қ дыбыстарын анық айтуға дағдыландыру. Гүлдер табиғат көркі, өмір сәні. Олар біздің бөлмемізде тек әдемі етіп қоймай, ауасын тазартады, бізге қуаныш сыйлайды, көңіліміз көтеріңкі болады. Балалар, бүгінгі біздің оқу іс-әрекетімізде қ және ғ дыбыстарын, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді дұрыс, анық айтып есту арқылы ажыратуға үйренеміз. Балалар, ойын ойнаймыз ба? Кәне, онда біз қ, ғ дыбыстарына буындарын ажырату, керісінше айт ойынын ойнайық. Мен айтамын қа, сен айтасың ға. Мен айтамын қо, сен айтасың ғо. Мен айтамын қи, сен айтасың ға. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, шаршаған шығарсыңдар? Сергіту сәтін жасап жерек. Шаршағанда ырғалып, түнге ұқсап дем алам. Қанатты бір қағып, гүлдей болып жайқалам. Жарайсыңдар, балалар. Онда, балалар, тағы кім зейінді ойын ойнайық? Кім жақсы естиді екен? Мен қ мен ғ дыбыстарына сөздер айтамын. Сендер сол дыбыстардың сөздің басында, ортасында, аяғында кездесуін қолдарындағы сандар бойынша көрсетіп анықтайсыңдар. Қар. Қ әрпі анық естіліп тұр. Қант. Асық. Ғарыш. Бақа. Сызғыш. Бұл сөздерде, балалар, қант, қ әрпі анық естіліп тұр, я? Ғарыш қандай естіліп тұр? Ғ әрпі. Жарайсыңдар, балалар. Ойынға жақсы қатыстыңдар. Балалар, мен сендерге тапсырма беремін. Қ әрпі мен ғ әрпін келетін сөздерді айтамыз, жаттаймыз. Оны дәптерге жазып, маған көрсетесіңдер. Балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміз ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар, балалар. Ұнаса, онда қош сау болыңыздар.